6 сынып, 2 тақырып. 5-6 сабақтар. Менің үйім таудың етегінде. 3 тапсырма. Сәлем, Майкл, қалың қалай? Бразилияда өткен оқушылардың халықаралық ғылыми жұмыстар байқауында танысқанымызға да 1 ай болыпты. Хатыңды алдым, көп рахмет. Қазақстан туралы көп білгің келетінін жазыпсың. Саған өзімнің туған жерім туралы айтып берейін. Ауылымыз Тарбағатай тауының етегінде орналасқан. Тарбағатай Қазақстанның оңтүстік шығысы мен Қытай аумағындағы тау. Ауылымыздың табиғаты да ерекше. Қыста күн суық, қар қалың жауады. Сондықтан қыста шаңғы, шана тебеміз. Жазда салқын, бірақ шілде, тамыз айларында күн ыстық болады. Таудан самал жел соғып тұрады. Менің үйім таудың етегінде. Есіктің алдында алма, алмұрт, сары өрік және тағы басқа жеміс ағаштары өседі. Жазда бүлдірген тереміз. Қазақстанға қыдырып кел. Біздің елдің табиғаты тамаша. Жақсы тынығып демаласың. Сенің тұрған жерің қандай? Хатыңды асыға күтемін. Сәлеммен, Әлібек. 9 тапсырма. Ауыл. Біздің ауыл ұя еді, киелі бір. Теңіз бойы, бұйратты жиегі қыр. Өнегелі ұл менен қыз өсіріп, шаңырағына құт қонған үй еді күн. Фариза Оңғарсынова. Туған жерім. Туған жерім, сенен мәңгі айналдым. Шөл даладан гүл қалаға айналдың. Сағынышым, маған маза бермедің. Бар әлемнен сендей жерді таппадым. Сенен ыстық жерді әлемнен көрмедім. Шөмішбай Сариев.